Ана кітап үйінің көрермендері. Сіздермен бірге Ақмарал және мен Әселхан. Рахмет Әселхан. Жалпы Әселхан, байқайсың ба, қазіргі таңда жапа тармағай тренинг өткізу, болмаса психологиялық бағыттағы, мотивациялық бағыттағы кітаптар жазу сәнге айналып бара жатыр. Иә, онымен қоса қазір депрессия, стресс дегенде сәнге айналып бара жатыр. Иә, дұрыс айтасың. Бұрынғы жалпы қазақтың философиясында стресс, болмаса депрессия деген сөз ешқашан болмаған. Мұның сыры неде деп ойлайсың? Мұның сыры адамдардың қазіргі басты проблемасы ақшаны қайдан тапсам екен, болмаса балам ішіп кетті, келін мен балам дұрыс тұрмай жатыр, болмаса ана мен ене мен келіннің арасындағы кикілжіңдер, мысалға күйеу мен әйелдің арасындағы қаншама проблема мысалға шешілмей жатқан, оның бәрі кейбір көп нәрселер енді ақшаға тіреліп келе жатыр. Дұрыс айтасың, қазіргі таңда сананың тұрмыс билеген заманда тек қана күнкөрістің қамымен ғана жүрміз. 21 ғасыр қазір электрониканың заманы деп айтып жатады. Оның барлығын есепке алғанда тек қана күнкөріске, отбасымды қалай асыраймын, бала шағамды қалай жеткіземін, ол қазақ әйелінің бүгінгі таңдағы басты проблемасы. Өзін тану, яғни сол үшін өзін тану арқылы осы психологияға қазір көп мән беріліп жатыр. Өзін табу, өзін жақсы көру ретінде. Иә, дұрыс айтасың. Жалпы 1942 жылы ашаршылықтан 4,1 миллион адам қырылды десек, 21 ғасырда ашаршылық жоқ, біз жайбарақат өмір сүріп жатырмыз деген стереотип адамдарда бар. Бірақ мен қазір алып қарасақ, тастанды бала, жас қыздар түсік тастап жатыр, кәрі қыздардың көбеюі, тағы қандай мәселелер бар? Ажырасу, жас отбасыларының жақсы тұрып кете алмауы, осының барлығы 21 ғасырдағы таза рухани ашаршылықтың көрінісі сияқты болып көрінеді. Иә. Сол үшін осы психологиялық бағытта жазылған кітаптарды біз оларды тренинг өткізіп жатыр, кітап жазып байып жатыр деп емес, оларға біз қолдау көрсету мақсатында кітаптарды талдап, шырылдап жүрген аға әпкелерімізге мыңда бір рахмет. Қазіргі заманның осындай проблемасын тоқтатамын деп қазақ қыздарын өстіп алға жетелеп жүрген осындай аға әпкелерімізге мыңда бір шүкіршілік айтқым келеді. Себебі енді қыздарда соған енді не емес, алыс емес, бәрі тренингке барғыш, қазір бәрі керемет, сондай өздерін өзгерткісі келеді, әдейі болып жүргісі келеді. Қазіргі таңда енді осылай өз-өзін өзгертіп, отбасын сақтап қалу деген сынды мәселелерді алға тартып жүрген авторлармен сіздерді таныстырғымыз келіп отыр. Бұл авторлар бүгінгі таңда өздерін жазушымын деп есептемейді, айтпайды да, бірақ осындай керемет кітаптарды шығарады. Олардың қатарын қаншама жылдан бері тележүргізуші болып өзінің жақсы жағынан шыңдап жүрген Ләйла Сұлтанқызының ең алғаш кітап жазуымен серпіліс болса, оның артынан ізін суытпай Кәмшат Бекжігітованың ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт атты кітап шықты. Және қыздар бақытты өмір сүрудің ең оңай рецептірлерін біз қолымызға ұстап отырмыз. Жаңа қапы қалмаңыздар, осы кітаптарды оқып рухани байып, өздеріңізге деген керекті материал, жаңағындай мағлұматтарды алуларыңызға тілектеспіз. Осындай кітаптарды енді Әселхан, байқайсың ба? Біз айтып жатқан авторлардың көпшілігінің кітаптарымен қосымша ізін суытпай екінші кітабы бірден шығады. Ләйла Сұлтанқызы болсын, Кәмшат Бекжігітова болсын, Құралай ханым болсын, және қосымша күнделіктері шығады. Неліктен күнделіктер қатар шығады деп ойлайсың? Күнделіктер қатар шығатын себебі Ақмарал, адам негізі өз-өзіне жаңағындай есеп беріп отыру керек. Күнделікті өзіне есеп, яғни бүгін мен не жасадым, қандай игі іс жасадым, аффирмациялар. Қазір көбінесе енді аффирмация, жаңағы сәнге айналған сөздердің бірі. Күнделікті азанда тұрған кезде өзіңді жақсы көріп баста, өзіңді сүй, өзіңе ғашық бол, жаңағындай сондай аффирмациялармен баста дейді. Сол үшін андай жеңімпаз күнделігі, яғни ішіне жазасын. Мен бүгін сұлумын, мен бүгін кереметпін деп бастайсың. Мен бақытты әйелмін, мен ғажаппын деген сияқты. Өзіңнің жаңағындай мақтап жазасын, яғни одан кейін алғысыңды жаз, күннің соңында болсын, күннің басында болсын, яғни өзіне есеп беру мақсатында осындай жеңімпаз күнделігі деген сияқты тағы да басқа күнделіктер көп шығып жатыр. Онымен келсем, өзгеге қарап бой түзеген жақсы, бірақ өз бойыңды алдымен түзеп өзіңді өзгертсең, біздің қазақ әйелдерінің келбеті тіпті керемет болады деген ойдамын. Біз осы психологиялық бағыттағы кітаптардың жалпы тікелей мәселесіне тоқталайық, тек қана кітапты ғана мақтап өтпей, олар қандай кітаптардың ішінде қандай мәселелерді
негізгі тақырыпша етіп алады. Сол төңірегінде әңгіме өрбітсек. Ойыңды өзгерт, өміріңді өзгерт, тағы да басқа. Құралай ханымның кітабын оқыдым, одан кейін Құралай ханымның семинарына бардым. Өзіме көп нәрсе түйдім, одан кейін өмірім мүлдем өзгерді деп айта алмасам да, бірақ мынандай іштей сезіндің. Жаймен бірден болмаса да, бүйтеді ғой, жаңа баспалдаққа мінген сияқты. Сатымен жақсы жүріп келе жатырмын деген сынды. Сатымен өте керемет өмірімде көптеген өзгерістер, яғни айналамда қоршаған адамдар, достарым сондай өзгеріп жатқанын байқадым ше, бұрынғыдай емес енді. Сөйтіп Құралай ханым да жалпы Құралай ханым емес, барлық психологияда да айтып кетеді негізі, өзіңді жақсы көр дейді. Жаңа адамзатқа ең қиын нәрсе ол өзіңнен бастау ғой. Өзіңді жаңағы ретке келтіру, жөндеу деген сияқты. Ол ең қиын нәрсе да. Және де бұл кісілер айтады, Аллаға мадақ дейді. Аллаға сансыз мадақ дейді. Яғни күнделікті өзің жаңағы рахмет айтып, Аллаға шүкір, осындай қоршаған ортамды жаңа өзгерткеніне, осындай барлық нәрсе өзгереді. Содан кейін тазалыққа мән береді бұл кісілер. Ойыңды өзгертті де айтады, Құралай ханымда да айтады, басқа кітаптарда да айтады, тазалық ең бастысы. Мысалы Қуаныш Шоңбай да айтады, мен бірінші киіміне жаңағы жұмысқа алмас бұрын киіміне жаңағы несіне, машинасына дейді ғой, көлігіне қарайды. Көлігі таза болмаса, значит, ол менің жұмысыма да тыңғылықты болмайды дейді. Ал енді біз жақын уақытта Камшат Бекжігітовамен ойыңды өзгертіп, өмірімді өзгерт атты шағын мини тренинг өткізген болатынбыз. Осы тренингті барысында біздің автор кітабымен байланыстыра отырып 7 түрлі этап бойынша жалпы бізге шағын семинар өткізген болатын. Камшат Бекжігітова кез келген нәрсені өзіңнен баста дейді. Өзіңді өзгертсең, айналаңдағы қоршаған орта барлығы өзгергенін байқайсың, соған қарап ләззат аласың деген жақсы өзінің ақыл кеңестерін айтып кеткен болатын. Қазіргі психологияда айтады ғой, яғни ақша табу техникасын керемет қылып бізге жеткізіп береді. Мысалы, күйеуіңді жіберіп алма, күйеуіңді мықтылап ұстап ал. Болмаса мынандай бір нелер бар. Яғни күйеуің үйге келді ма, аяқ киімін шешіп ал да бірден аяғын уқала, жаңағы аяқ киімін жуу, өйткені қай жерді басып кететінін қайдан білесің деген сияқты. Соның бәрін тазалыққа, жаңағы тамаққа айтады. Құралай ханым айтады, енді үйің мешіт сияқты болсын дейді. Тазалығы соншалықты, шаңда емес, басқа емес, атмосфера. Үйге кірген кезде адам сезіну керек. Сондай жылулықты сезіну керек дейді. Сосын айтады бұл кісі, яғни өзің неге мұқтажсың? Мысалға, кейбір қазіргі әйелдер балаға мұқтаж, кейбір адамдар жаңағы сондай керемет материалдық жағдайына байланысты. Материалдық жағдай болсын, керемет жаңағы күйеуім болса, жарым болса екен, осындай. Сондайларды тілеп жүреді ғой өздеріне. Сен неге мұқтажсың? Сен адамдарға соны тіле дейді. Мысалға, таныс адам, мысалға, мына адам мынандайға мұқтаж болса, сен соған ақшаны тіле. Сондай ақшаға мұқтаж болып тұрса, сенде ақша көп болсын, сен ішіңнен тілеген кезде дұға тілектенді. Өзіңе не тілейсің, адамға соны тіле дейді ғой. Кез келген нәрсе отбасында болсын, жалпы әйел адамға байланысты көп нәрсе. Тек қана осы психологиялық бағыттағы кітаптар ғана емес, бізде ежелден болмаса ілкіден жазып келе жатқан авторларды атап өткенді жөн көріп отырмыз. Олардың ішінде міне Әселхан логотерапия және өмірге құштарлық атты кітапты атап өтуге болады, және салт дәстүр сөйлейді атты отбасы хрестоматиясын атап өтуге болады. Сонымен қатар қазақ келіндерінің эталоны болып жүрген, қазақ келіндерінің образын жақсы қалыптастырып берген бүгіндегі ақ жаулықты әжеміз Зейнеп Ахметованың да кітаптарын біз назарларыңызға ұсынғанды жөн көріп отырмыз. Қазақ ежелден келе жатқан дала философиясының үлгісін негізге ала отырып, қазақтың ұлттық салт дәстүрлерін, әдет ғұрыптарын негізге ала отырып, осындай тамаша өзінің басынан өткен оқиғаларды ұштастыра отырып, Зейнеп Ахметованың жазған Бабалар аманаты болсын, қолымдағы шуақты күндер, соңғы шыққан күретамыр жинағы атты кітаптары болсын, психологиялық бағытта жазылмаса да, қазақ әйелдерінің психологиясын тамаша суреттеп берген көркем
әдебиет туындыларын қатарына жатқызуға болатын кітап деп ауыз толтырып айтуға болады, иә? Қазір Ақмарал, қазір дейді, Иә. ой жарыстыратын емес, Ой жарыстыратын заман деп елбасымыз айтады, иә? Сондықтан кітап оқыңыздар, өсіңіздер, жетіліңіздер. 21 ғасыр қазір тоқтап қалмаңыздар. Иә. Қазіргі біздің әйелдер жыламасын деп тілейміз бізде. Иә, сол айтады ғой, 21 ғасыр қазір электрониканың дамыған заманы дейді. Болмаса бір пойыз жүйткіп бара жатқан заман сияқты деп те айтады. Пойыз кетіп бара жатыр, сен жолаушы болып қана, болмаса сен ол пойызға отырып үлгермей қалуың да мүмкін. Сондықтан тек қана техниканың дамуы ғана емес, сен рухани жағынан да қатар дамып отырсаң, сен осы өмірден өз үлесіңді толық ала аласың деген сенім болуы мүмкін. Ицхақтың ең бірінші қолға алатыны ол спорт дейді. Иә. Спортты ешқашан тастамаңдар дейді. Яғни сенің қолың бос болмау керек. Саған тенниспен жаңағы айналысқан ұнайды, тенниске бар. Не ұнайды? Волейбол ма? Волейболға бар. Тренажермен айналыс. Өз-өзің тоқтап, жаңағындай бір орында отырып, сол бір жұмыс, бір не үй, бір күнделікті күнің қайталанбасын дейді да. Қызықты өту керек күнің деген. Сонда ойымызды қорытындылайтын болсақ, бұл психологиялық бағытта жазылған кітаптар адамды тек қана психологиялық жағынан, рухани танымдық жағынан ғана өзгертіп қоймай, бізге материалдық жағынан болсын, өмірге ерекше көзқарас тұрғысынан болсын, тағы қандай айтуға болады? Көптеген өзгерістер алып келеді дегіміз келеді. Осындай бағытта жазылған кітаптарды оқыңыздар деп кеңес береміз. Бір нәрсе айтып кету керек. Иә. Өзіңнің бүйтеді, өзіңнің ренжіп жүрген адамың болса, соны сен ақшамен сатып ал дейді. Ол қалай? Яғни бүйтесің. Мысалға біреуге қатты ренжіп жүрсең, мысалы біреу маған $100, $1000 қарыз еді, соны қайтармай жүр. Бұрынғы сол адамдарды айтады, болмаса біреуге ренжіп жүретін. Сен ол ренжішсің, сен ұзаққа бармайды, ол солай қалып қояды ішінде. Содан кейін сен оны бүйтесің. Мысалға мұқтаж болып жүрген адамдар болады ғой, отбасы болсын, басқалар болсын. Соларға мысалға бір тұрмысқа шығайын деп жатқан қыз-келіншектер, қыздар болсын, солардың бір жасауын, яғни көрпе төсегін түссе, сен мойныңа алуың керек. 100 мың теңге ма, 200 мың теңге ма, соны алуың керек. Содан кейін соны сен оның артынан жібересің. Яғни өзіңнің өкпе ренжішіңді сен ақшаға сатып аласың. Содан кейін барып тағы біреуге ренжісең, уже тағы да ақша кетіп болады, тағы да қойшы бара берсінші, ренжімей ақ қояйын дейсің, содан кейін ешкімге ренжімейсің. Сол сияқты. Бұл айтқаннан мен түсінгенім, жалпы адамның көңілі тоқ болу үшін де кітап оқыса, кез келген мынандай негативті позитивке айналдырып отыру керек қой негізі. Ешкімге ренжудің қажеті жоқ. Күніңді алғыспен өткіз, яғни. Барлығына рахмет айт. Всегда жаңағыдай үнемі күліп жүріп, жаңағыдай үйінде керемет болмаса да еш нәрсе, бірақ сен оны білдіртпесең, көңілің тоқ болсын, күшті болып жүрсең, солай қалыптасып кетеді уже. Сондай болады. Түсінікті болды. Ендеше, құрметті көрермендер, кітап оқыңыздар, өсіңіздер, көркейіңіздер, психологиялық жағынан дамыңыздар, ал кітап жазатын авторларға сіздерден тағы да кітап күтеміз дегіміз келеді. Рахмет. Қазақ қыздар жыламасын деші тағы да десе. Енді Ақмарал, біз тамақ ішкенді жақсы көреміз. Өте қатты жақсы көреміз тамақ ішкенді. Бірақ біздің миымыз тамақтана ма? Миымыз тамақтана ма? Жарайды, біз осы ұжымда жұмыс істеп жүрміз ғой, біз енді кітапты күнде көреміз, мұқабасын ұстап болсақ та бір иісін сеземіз кітаптың, ал енді қарапайым халық қалай ойлайды екен, жұлдыздар қалай ойлайды екен, олардың уақыты болады ма екен кітап оқуға? Бір орында тоқтап қалмау керек көрермендер. Сондықтан кітапты оқуға асығыңыздар, оны бітіруге асығыңыздар. Бізде әлі оқылмаған қаншама кітап бар. Орысша болсын, өздеріңіз дамытыңыздар, бір орында тоқтап қалмаңыздар. Қысқаша қорытындылап айтқанда, миыңызды да азықтандырыңыз, қоректендіріңіз, қазақша айтқанда тамақтандырыңыз. Құрметті қазынаның көрермендері, біздің түсірген осы бейнеролик ұнаса, лүпіл басыңыздар, лүпілдеріңізді аямаңыздар. Тағы да келесі біздің бейнеролик қандай тақырыпта болғанын қалайсыздар, пікірге қалдырып кетіңіздер деп сенім білдіреміз. Рахмет, Әселхан.